Сіздермен бірге 91 және отбасы банк. Бүгін біз қалай және қайда ақша табуға болатындығы және оны қалай дұрыс үнемдеу керектігі туралы сөйлесетін боламыз. Алғашқы ақшаны қалай және қайдан тапқанымыздан бастайық, жігіттер. Ал жалпы қалай сіздер бірінші алғаш табыспен таныстыңыздар? Алғашқы ақшаны 91-де таптым. Мен әлі бала кезімде болғандықтан бұл салада көп білім болмады. Иә, сондықтан мен ақшаны қалаған жеріме десем. Мен бастап кетейін. Алғашқы ақшаны 91-де таптым. Мен әлі бала кезімде болғандықтан бұл салада көп білім болған жоқ. Сондықтан мен ақшаны қалаған жеріме жұмсадым. Мысалы, алғашқы тапқан ақшамды, алғашқы 18 000 теңгені мен өзіме көптеген тәттілер сатып алдым. Қазір мен кеңес бере аламын. Бюджет парағын жасаңыз. Яғни алдыңғы шығарылымдардағыдай Азамат айтып кеткендей, сол жерге барлық кірістер мен шығыстар жазыңыз. Бұл сіздің ақшаңыздың қайда кететінін жақсы түсінуге және қаржыңызды бақылауға көмектеседі. Рахмет, Данияр, өте керемет кеңес және бәріне пайдалы деп ойлаймын. Мен өзім мектепте оқып жүрген кезде, мысалы, мектеп оқушыларына, басқа мектеп оқушыларына би үйретіп жүрген болатынмын. Енді ол кезде аса қатты ондай не жоқ, білім жоқ, ақша табу деген мақсат жоқ. Жай ғана хобби болған. Бізде мәдениет үйі болатын. Ол мәдениет үйінде мен өзім дайындалып жүргем жай. Одан кейін балаларды алып келе бердім да. Балаларды алып келе бердім, біз көбейіп бастадық. Сосын мәдениет үйіндегі руководитель кісі маған айтты, сен балаларың көбейіп жатыр барған сайын. Сендер негізі біздің бизалының уақытын алатсыңдар. Арендаға төлеңдер деді. Сосын жарайды дедім да. Сосын балаларға айттым, қыздар, жігіттер, бізге мына жердің арендасын төлеу керек. Енді әр сабаққа келген кезде, әр биге жиналған кезде маған 200 теңгеден әкеп отырасыңдар дедім. Сосын 100 теңгесін тәтеге бердім, 100 теңгесін өзіме алып келдім. Жақсы ма? Одан ойлап қалдым да, мен негізі би үйретіп жүрмін ғой, кәдімгідей деп. Мен кәдімгідей негізі ақша табу керекпін деп. Содан алғашқы ақшамды өзім тауып бастағаннан кейін андай ырым қылып үйге нан апарып жүрдім бірінші. Ең бірінші алатын нәрсем ақша түскеннен кейін нан алу керек болды да. Қайдан естіп алдым білмеймін, кім үйретті білмеймін, әйтеуір нан алып қоятын. Негізі үйде итак нан бар, мен алып қоятын. Одан кейін суперкончик деген шоколадтар болған. Солар толтырып алып алатын, суперкончиктар жеп жүретін. Сондай негізі жалғыз мен болған жоқпын, біз 3 бала болдық, 3 бала өзара бөліп жүрдік. Сосын бізде кәдімгідей нелер болды, расписание болды, кімнің потогы қашан деген сияқты сондай нәрселер. Сондай заттар болды. Бірақ мен ол ақшаның барлығын енді кетіріп жүрдім. Ол кезде жинау, анау деген сияқты. Ой, жоқ. Жинап көрмегем де негізі біраз уақыт. Студент болып жүрген кезде де жинау деген ойымда болған жоқ. Апам айтатын әрдайым жина. Менде ешқандай мақсат болған жоқ қой жинайтын. Бірақ алғашқы рет мақсат пайда болған кезде жинап бастадым. Одан кейін содан бастап барлығы өзгере бастады. Жинауға деген құмарлық пайда болды. Жинаған қызық болып кетті, мен үшін ойын болып кетті. Содан кішкене жеңіл қарай бастадым соның барлығын. Бірақ ұзақ уақыт негізі үйрендім жинауға негізі. Андай жинауға деген құмарлығым пайда болып, жинау қызық болып кетті. Сендерде ары қарай мен қалай бірінші рет ақша таптым. Мен алғашқы тиынды тойда таптым. Тойда өнер көрсеттім, 4-ші сыныпта. Мен сол кездер білдім, мен өз қабілетіммен жақсы ақша таба алатынымды, сол монетизациялай алатынымды, сондықтан да сол кезден бастап сол жұмыспен айналысып жүрдім. Ойлаймын, егер сіздер өздеріңіз білсеңіздер, өз ісіңізді монетизация қылып, монетизациялап үлкен ақша таба алатын болсаңыз, міндетті түрде сол іспен айналысуыңыз керек сияқты деп ойлаймын. Бұл ақша табудың бір жолдарының бірі. Бірінші рет әрине тойға шығып ақша тапқан кездер мен қатты қуандым, және де ол ақшамды мен ата-анама апарып бердім. Сол бірінші табысым менің сондай болды. Қанша? 3 000 теңге ма, 4 000 теңге ма? Мамам кішкене күлді. Сосын мынандай басымнан сипалады, ой жарайсың деген сияқты. Бірақ келесідегі алған ақшаларымды өзің ала бер деді. Сондықтан да мен сол кезден бастап білдім
бастысы менің ниетімді түсінді. Мен де жарайсың хитрый. Бірінші рет ниет қылып көрсетіп қалған өзім ала берейін, дегендей. Сол 4 мыңды көрсеткен болсаң. Сол енді. Содан кейін сол ақшаны өзіме керегіме жаратып жүрдім. Жалпы сол кезде менің түсінгенім, сол кішкентай кезімде мен тек сол өз жақсы көретін ісіммен ғана ақша тауып келе жатыр екен. Ән айтып, музыка жазып, бір жерлерде, бір осындай ойын-сауық кештерде өнер көрсетіп, тиын тауып жүр екен. Сол айтатыным сол, әрине сіздерде бір күшті бір табыс көзі болса өте тамаша, бірақ та бір тағы бір ойлансаңыз, тағы немен ақша тапсам екен деп, ол әрине сіз өз-өзіңізге қараңыз, өз-өзіңізді түсініңіз, нені жақсы көресіз. Міндетті түрде кез келген хобби сіз жақсы көретін, оны монетизациялауға болады деген сенімдемін мен. Сондықтан сәттілік сізге. Монетизация деген сөз, ол money деген сөзден шыққанда ақшализация дейді, немесе money тез ат сияқты шабады деген сөз ғой. Сол, осы міне жақсы сөз сараптамасы өтті. Кішкентай кезімнен негізі жұмыс істегім келген, ұзақ уақыттар бойы өзіме жұмыс іздеп жүрдім. Сөйтіп бір ойын-сауық орталығына аниматор, оператор болып жұмысқа келген болатын. Сол кезде ойын-сауық орталығында жұмыста жүрген кезде айлықты күтетін, айлығымды алып алып, сол бірінші кезеңдерде сол жаратып өзіме шағын покупкалар жасағам. Ал 91-дегі алғашқы ақшама мен наушник алдым. Одан кейін уақыт өте келе көлік алдым. Сосын өзім жинап отырып, ең қымбат деген қазіргі уақытта мен алған дүниенің бірі, ол негізі өзімнің соңғы алған көлігім. Оған біршама жылдардың арқасындағы жиналған еңбек арқылы, сосын соңғы жылдары жақсы табыс түскен арқасында жақсы көлікті осы жыл ең қымбат дүние ретінде алдым. Сол, рахмет. Менімен қоса Даниярды ол көлікті алды, екеуміз егіздейбіз болып бірдей көлік айдап жүрміз. Ең қымбат біздің қазіргі уақытта өзімізге сыйлаған сыйлығымыз. Сол қаржылық сауаттың арқасында, еңбектің арқасында өстіп жинау арқылы өзім сондай бірінші үлкен қымбат өзіме андай сыйлық жасадым десе болады. Әйтпесе былай күнделікті өмірде андай кредитсіз, ешқандай рассрочкасыз қымбат көлік алу өте қиынға соғады деп ойлаймын. Сол себептен осы жерде қаржылық сауат өте қатты пайдасы тиді. Соған қосып кетейінші жаңағы. Бізде айтпақшы, осы видеоның астында бір документ болады. Оны сіздер қарайсыздар. Ол кесте. Өткендегі айтқан сенің сабақтарың жайлы кесте, қалай, не, қай жерде соны жазуға болады деген сияқты. Мына жерде мына осындай кесте бар, арнайы істеп қойдық сіздер үшін. Сіздер тағы да бір өздеріңізге керекті бір қосымша орнатып аласыздар телефондарыңызға, немесе осындай міне жаңа видеоның астында осындай кестені өздеріңізге жүктеп алсаңыздар болады. Бұл жерде бастапқы баланс, жалпы табыс, жалпы шығын деген сияқты осындай ұғымдар бар. Шығындарды әртүрлі қылып бөлінеді. Үй, ипотека, тұрғын үйде сақтандыру, электр қуаты, газ деген сияқты міндетті түрде төленетін нәрселер, міндетті түрде кететін шығындар деген сияқты. Және де тағы басқа мында денсаулыққа, ойын-сауыққа сіз қанша өзіңіз ақша бөле аласыз, қаржы бөле аласыз, соның бәрін тізбектеп жазып қойып, осы жоспармен жүрсеңіз болады. Және де мен ойлаймын, бұндай жоспармен жүрген адам міндетті түрде өзіне керекті мақсатына тездеп жетеді. Онымен қатар сіз өзіңізге отбасы банкінің кім еді? Специалисттер, мамандары, консультант. Отбасы банкқа келіп сіз консультация аласыз, немесе ол консультант кісіні өзіңізге ыңғайлы жерге шақыра аласыздар. Сол арқылы сіз кішігірім болса да бір қадам жасайсыз, өйткені ол нәрсенің бәрін көрген кезде, көзбен сөйлескен кезде, қолмен қағаздарды ұстап көрген кезде, келісім шарт деген сияқты нәрселерді, немесе шарттарын білген кезде, ол нәрсенің бәрін сіз алдын ала өзіңізге тартасыз да, және де жаңағы жоспарлай аласыз дұрысынан. Сондықтан көріңіздер, тамашалаңыздар, сіздермен бірге 91. Жалпы финанстық сауаттылыққа байланысты адамдардың ақшаны жинау қорын көбейтудің әртүрлі жолдары бар. Соның ең бізге жақыны, ең оңайларының бірі десе болады, ол депозитте жинау ақшаны.
қазіргі уақытта бізге ең қазіргі уақытта кәдімгідей қол астымызда тұрған өзімізде білетін отбасы банкінің өзінің депозиті бар. Бірақ депозитке сіз бұрынғыдай қазір бұрынғы кездегідей банкке барып біраз әңгіме істеп кезекте тұрып әртүрлі нәрсе істеудің қажеті жоқ. Онлайн банкинг бар. Одан бөлек сіз банкке де бара аласыздар. Одан бөлек жаңа бала айтып кеткендей сіз өзіңізге специалистті шақыра аласыз, немесе специалистпен кезген жерде өзіңіз көрсе аласыз. Қазіргі уақытта кәдімгідей қол астымызда тұрған өзімізде білетін отбасы банкінің өзінің депозиті бар. Бірақ депозитке сіз бұрынғыдай қазір бұрынғы кездегідей банкке барып біраз әңгіме істеп кезекте тұрып әртүрлі нәрсе істеудің қажеті жоқ. Онлайн банкинг бар. Одан бөлек сіз банкке де бара аласыздар. Одан бөлек жаңа бала айтып кеткендей сіз өзіңізге специалистті шақыра аласыз, немесе специалистпен кезген жерде өзіңіз көрсе аласыз. Сол жерде сізге толыққанды депозит жайында, депозиттің қалай жұмыс істейтіні жайында тағы басқа шарттардың барлығын түсіндіретін болады. Негізінде ол жерде қиын қатты ештеңе жоқ, тек қана ақпаратты қабылдап, ақпаратты қорытып қана үлгеру керек. Жалпы біз бүгін өзіміздің кішігірім тәжірибемізбен бөлістік, кішігірім білетінімізбен бөлістік. Бұл видеоны көргендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Аяғына дейін жетсеңіздер, осы уақытқа дейін жетсеңіздер, көптен көп рахмет. Пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Себебі сіздердің пікірлеріңіздің арасынан ең қызықты сұрақтарды және ең қызықты пікірлерді таңдап, біз бетпе-бет кездесетін боламыз. Алдағы бір бөлімде, алдағы 5-ші шығарылымда біз сіздермен бетпе-бет көрісіп, сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Онлайн болсын, немесе тірідей болсын. Сол, жалпы видеоның астына өтіп кетіңіздер, ол жерде әртүрлі қызықты ақпараттар бар, сіздерге қажетті болып қалуы мүмкін. Және бізде одан бөлек челлендж әлі күнге дейін жалғасуда. 91 отбасы деген хэштегпен сіздің челлендждің бұл мағынасы тек қана өзіңізге мақсат қою, сол мақсатқа ақша жинау, және сол ақша жинау барысын видеоға түсіріп адамдармен бөлісу. Ал шарттардың барлығын біле жатарсыздар. Сіздермен болған 91 және отбасы банк. Байып кетіңіздер, алдағы уақытта көріскенше. Сау!